Шымкент Сити паркінің ашылғанына 2 жылға жуықтаса да, жабайы сауда мәселесі әлі шешілмей келеді. Рейд жұмыстары күнделікті жүргізіледі екен. Арнайы түсірілім тобымен барған тұста бірде-бір саудагерді таппадық. Түсірілім тобы келетін алдын ала белгілі болды ма, әлде мониторинг тобы алдын ала рейд жұмысын жүргізме белгісіз. Бір білетіміз, күнделікті түрлі түсті шармен тәтті мақтаны саудалайтындардың қарасы көріп еді. Ал жергілікті тұрғындар маңайда дүкендердің жоқ екенін айтып, сол саудагерлерге арнайы бір орын белгілеп беруге болмай ма деген сауалын жолдады. Пакетпен алып жүрмейсің ғой суларды. Жақын жерде су сатып аласың, одан кейін мусорға тасып кете бересің. Жайлы су болған жақсы. Қарнымыз ашып қалады. Жеу керек бір нәрсе. Оны 1 километр, 2 километр жерден іздемейміз ғой. Дұрыс па? Жақын жерде жоқ. Ол үшін машинаға отыру керек. Или автобусқа отырып, домдардың арасында бару керек. Амнеде жоқ. Міне өзімізбен бірге сатып алып. Негіз болған дұрыс осында. Осында болса, әйтеуір халық мұнша кішкентай балдар сүйелдейді, басқасы бар дегендей соған қолайлы болады да. Енді бір ыңғайластырып, мына сияқты бір киосктер ашып қойып, қол жетімді баға жасап қойса, мысалы халыққа, балаларға, ол өте жақсы да. Әкім мырзаларға ескерту керек, әкімшілікке. Айту керек, халыққа ыңғайлап жасаса, өте жақсы. Парктың әр жерінде доступный болса, күшті емес пе? Жалпы бұл Шым Сити парк өткен жылы 2024 жылы ашылғалы бері ішінде жабайы ретсіз белгіленбеген орында сауда саттықпен жасаушы тұлғалармен тұрақты түрде күнделікті сағат түнгі 12-ге дейін әкімшілік қызметкерлері жергілікті учаскелік полиция инспекторларымен бірлесіп тұрақты түрде рейдтік жұмыстар жүргізіліп отыр. Күнделікті ұсталып отыр. 204-ші административный әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-ші бабына сәйкес хаттамасын толтырып береміз, әкімшілік хаттамасын. Бірінші рет болған жағдайда ескерту, екінші рет, үшінші рет болса уже айыппұл арқалайды.